Сәлем, видеоны көрместен бұрын каналыма тіркелуді ұмытпа, бұл мен үшін өте маңызды. Бүгін 8-ші сыныптың химиялық элемент атомдары қасиеттерінің периодты өзгеруі тақырыбының біліміңді тексер тапсырмаларын орындайтын боламыз. Бірінші сұрақ: период дегеніміз не, периодтар қалай жіктеледі? Және екінші сұрақ: топ дегеніміз не, топ нешеге бөлінеді? Бірінші сұрақтың жауабы: атомдық массаларының өсу реті бойынша орналасқан элементтердің көлденең қатарлары период деп аталады. Периодтар қатарлардан тұрады. Қатарлар тақ және жұп болып бөлінеді. Периодтағы қатар санына байланысты кіші және үлкен периодтар болады. Екінші сұрақтың жауабы: қасиеттері ұқсас элементтер біріктірілген тік баған топ деп аталады. Топ рим цифрларымен белгіленген, әр топ негізгі және қосымша топшадан тұрады. Үшінші сұрақ: периодтар мен топтарда элементтердің металдық қасиеттері қалай өзгереді? Жауабы: элементтердің металдық қасиеті период бойынша солдан оңға қарай кемиді, ал топ бойынша жоғарыдан төменге қарай артады. Төртінші сұрақ: элементтерді анықтаңдар. Жауабы: асы үшінші периодтың төртінші тобының негізгі топшасы дейді. Үшінші периодтан төртінші топқа дейін алып барамыз. Бұл бізде кремний. Келесі әсі төртінші периодтың екінші тобының негізгі топшасы. Төртінші периодтың негізгі топшасынан бұл бізде кальций. Келесі бесінші периодтың жетінші тобы және негізгі топша. Бесінші период, бестен бастап жүреміз, негізгі топша. Жеті, міне бұл технеций. Бесінші сұрақ: атомдық нөмірлері 6, 18, 22, 35, 46, 80 элементтердің периодтық жүйедегі орнын анықтаңдар. Бесінші сұрақтың жауабы: бізде алғашқы элемент 6-шы номерлі, ол көміртек. Көміртек екінші периодта, екінші қатарда, төртінші топтың негізгі топшасында орналасқан. Екінші элемент ол аргон. Аргон үшінші периодта, үшінші қатарда, 8-ші топтың негізгі топшасында орналасқан. Үшінші элемент бізде ол титан. Титан төртінші периодтың төртінші қатарында, төртінші топтың қосымша топшасында орналасқан. Келесі бізде 35-ші номер ол бром. Бром төртінші периодтың 5-ші қатарында орналасқан. Және бұл 7-ші топтың негізгі топшасында орналасқан. Келесі 46-ші номер бізде палладий. Палладий 5-ші периодтың 6-ші қатарында, 8-ші топтың қосымша топшасында орналасқан. Келесі 80-ші номер бізде сынап. Сынап 6-ші периодтың 9-ші қатарында, 2-ші топтың қосымша топшасында орналасқан. 6-шы сұрақ: металдық қасиеті ең жоғары элементті анықтаңдар. Берілген нұсқалардың ішіндегі дұрысы бірінші топ элементтері. Себебі период бойынша солдан оңға қарай металдық қасиет кемиді. Ал бізде ең бірінші тұрған элементтер, яғни бұл бірінші топ элементтері. Яғни бірінші топ элементтерінің металдық қасиеттері ең жоғарғы. Менің каналымды достарыңмен бөлісуді ұмытпа және каналға тіркел.